Диас, оян! Диас, сен тірісің ғой, оян! Ой, кім ол? Диас, оян! Так, тихо, мен қайдамын? Мынау чё за место? Так, житель, ал сен мында не істеп жүрсің? Погоди, житель, мен, по-моему, сені білемін. Мен сені таныдым уж, по-моему. Мен сені 3 жыл бұрын жер астыдағы қорқынышты үйде көремін. Так, погоди, біз қайдамыз енді? Мынау чё за подвал непонятный? Диас, мен осы подвалды білем. Мынау басқа бір жер астыдағы қорқынышты үй, жап-жаңа жер астыдағы қорқынышты үй, разбойниктер, поборниктер построить еткен. Диас, артыңа қарашы. Так, чего? Артымда не бар? Тихо! Сен кімсің? Так, погоди, мен сені білемін. Бұл сенсің ғой, мені осында засунуть еткен. Осы жер астыдағы қорқынышты подвалдағы осы тюрьмаға. И еще мынау жительді тоже. Я, Диас, бұл мен, разбойниктер мен поборниктердің бастығымын. И осы жер астыдағы қорқынышты үй, ол біздің базамыз, біздің разбойниктердің и поборниктердің базамыз. Блин, менде вообще сөз жоқ, разбойник. Менде вообще шок қой. Мен былай ойлағанмын, сендер мені вообще таппайсыңдар деп. И жер астыдағы қорқынышты үй туралы вообще енді болмайды деп ойлағам. Но жер астыдағы қорқынышты үй қайтадан оралды, по-моему. Так, достар, қараңдар, мында үй какой-то. Біз житель екеуміз какой-то бір деревенский үйдің подвалының астында болдық все это время. Так, мында сандық какой-то. Так, қараңдар, достар, мынау сандықта алмазный броня жатыр оружиемен. Так, давайте соны алып алайық, достар, и сразу киіп алайық. Маған осы заттар разбойниктермен и поборниктермен шайқасуға керек болады. Диас, сен алмазный бронямен незаритовый қылышты қайдан алдың? Так, житель, ол заттар анау төбеде сандықта болған, какой-то сандықта. Так, ладно, житель, давай кеттік артымнан, бізге осы жерден қашу керек тез, давай кеттік. Все, наконец-то біз мына жерден выбраться етеміз. Анау житель екеуміз. Так, тихо, нет, разбойник, кет бар. Ой. Эй, тұр! Так, тихо, мен қайдамын? Так, разбойник, опять сенсің. Диас, мен сені осы тюрьмаға қайтадан посадить еттім, потому что сен еще төбеде бүкіл разбойниктер мен поборниктерді өлтіріп тастадың. И самое главное, еще магия иметь ететіндерді де өлтіріп тастадың сен. Сен енді осында навсегда отырасың и ешқашан шықпайсың мұнда. Мен осы тюрьмаға еще обсидиандар добавить еткенмін, чтоб сен ешқашан мына жерден шықпау үшін. Ой, блин, разбойник. И, кстати, менде броня и еще қылыш и заттар болды ғой, но бірақ олар қайда? Олар жоқ менде чё-то. Мен сол заттарды сенен алып алдым, сені төбеде талдырғанда. Ой, кстати, анау житель қайда? Менімен бірге осында болған. Анау сары очкимен жүретін, біреу-ақ қана көзінде сары очки бар житель сол қайда?
точно Диас мен сол жительді 1 сағат бұрын ұрып жібергенде онда память жоғалып кетті, и мен оған былай өтірік айта салдым. Сен біздің помощнигімізсің, сен разбойниктерге подчиняться етесің деп өтірік айта салғам мен оған. И ол қазір біздің напарнигіміз болып кетті. Ол қазір уже бізге подчиняться етеді. Короче, ол разбойник болып кетті тоже. Чего? Қалай разбойник болып кетті тоже? Ол қайда қазір? Ол қазір төбеде жүр, төбеде. Жарайды, Диас, мен короче кеттім өзімнің шаруаммен заниматься етуге, өте важный нәрсемен заниматься етуге. Ал саған анау житель қарай тұрады, разбойникке айналып кеткен житель. Жарайды, Диас, давай, мен кеттім. Ой, блин, достар, сендер естідіңдер ме? Анау разбойниктердің бастығы, ол жаңа былай айтқан, анау жительді менімен бірге осында болған сары очкимен жүретін жительдің памятін кетіріп, и оған өтірік айта салдым деп айтқан разбойниктерге подчиняться етеді деп ол. Ой, блин, достар, анау житель алдыңғы бөлімде менімен бірге осында болған сол житель, ол, короче, разбойник болып кетті, достар, к сожалению. Ладно, давайте, достар, хотя бы күтейік, ол осында келгенше дейін, и көрейік хотя бы ол қалай көрінетінін. Эй, Диас. Блин, кім ол? Так, опять сенсің, разбойниктердің бастығы. Саған немене керек, сен неменеге келдің мұнда опять? Диас, мен саған бір нәрсе айтқым кеп тұр. Мен, короче, ана жолы сенің видеоңды көргенмін. Жер астыдағы қорқынышты үй туралы түсірген видеоның 4-ші бөлімін көргенмін. И сол видеода саған қайта WhatsApp'тан сообщениялар келе берді. Ол вообще жаман тупойский видео болды ғой. Маған вообще ұнаған жоқ. Сол WhatsApp'тан саған сообщение келе бергеннің кесірінен. Я разбойник, мен соны білем. Мен сол кезде видео түсіргенде маған қайта WhatsApp'тан сообщение жаза берген. Мен сол кезді білемін. Но разбойник, ол видео негізі нормальный болды. Мен просто кінәлі емеспін. Маған қайта WhatsApp'тан сообщение келе бергеніне мен еще сол кезде монтаж жасауды білген жоқпын. Если білсем, то сол кездерді қиып тастаушы едім монтаж арқылы. Жарайды, Диас, қазір саған уже анау разбойникке айналып кеткен жителім келеді сенің. Жарайды, давай, мен кеттім. Блин, достар, анау разбойниктердің бастығы менің анау видеом тупойский де қояды. Мен жер астыдағы қорқынышты үй туралы видеомды. Блин, ол тупойский емес, бұл разбойник өзі тупой негізі. Өзі. Ладно, давайте күтейік анау жительді разбойникке айналып кеткен. Эй, Диас. Так, бұл кім, достар? Так, погоди. Погоди, житель, бұл сенсің ғой. Житель, бұл сенсің ғой. Менімен бірге осында болған житель, сары түсті очкимен жүретін. Қайдағы житель, Диас, мен разбойникпін. Мен разбойниктерге подчиняться етемін. Мен осы жер астыдағы қорқынышты үйде тұрам. Қайдағы жительді айтып тұрсың? Так, погоди, житель, сары очкимен жүретін житель, бұл менмін,
мен сенмен бірге осы жер астыдағы қорқынышты үйде болғанмын. Сен негізі разбойник емессің, сен обычный жительсің, сен менімен бірге осы тюрьмада болғансың. 1 сағат бұрын, пожалуйста, вспомнить етші. Бұл менмін, Диаспын. Сен мені танитын шығарсың. Бұл менмін. Вспомнить етші, пожалуйста. Қайдағы житель, Диас, мен айттым ғой, мен разбойникпін деп. Мен разбойниктерге подчиняться етем деп. Сен нені айтып тұрсың вообще? Жарайды, Диас, мен кеттім. Мен просто сені қарауға келгенмін, потому что мен что-то біраз ұмытып кетіппін. Осында не болған, мен вообще көп нәрсені ұмытып кетіппін. Мен жай ғана саған қарау үшін и осы тюрьманы қара кету үшін келгем. Жарайды, все, давай, мен кеттім. Ары қарай біздің редстоуннан жасалған големді істей беруге. Так, погоди, қайдағы редстоуннан жасалған голем? Достар, сендер естідіңдер ме? Анау разбойникке айналып кеткен житель какой-то бір редстоуннан жасалған големді ары қарай істеуге кеттім деп айтқан. Непонятно, достар. Ладно, бұл, наверное, опять разбойниктердің ісі шығар, разбойниктердің шаруасы. Короче, достар, маған план придумать ету керек. Осы тюрьмадан қалай шығуды, и анау менімен бірге осында болған анау сары очкимен жүрген жительға как-нибудь память вернуть ету керек, достар. Память, что бұл? Вспомнить ету үшін мен Диас екенді, и ол житель екенін вспомнить ету үшін маған как-нибудь память вернуть ету керек сол жительға. Но бірақ мен қалай вернуть етем оған память? Мен осы тюрьмадан вообще никак шыға алмайм енді. Потому что мынау тюрьма обсидианнан жасалған. Анау разбойниктердің бастығы осы тюрьманы обсидианнан жасап қойды, достар. Ладно, достар, давайте мен пока что план придумать етейін осы тюрьмадан қалай шығуды и анау жительға память қалай қайтаруды. Пока что придумывать ете берейін, достар. Короче, достар, мен бір план придумать еттім осы тюрьмадан қалай шығуды и анау разбойникке айналып кеткен жительға памятьті қалай қайтаруды придумать еттім. Давайте, достар, біз осы планды істей көрейік. Короче, достар, маған қазір анау разбойникке айналып кеткен жительді өзіме шақыру керек қазір. Так, давайте сөйтейік, достар. Эй, разбойник, эй, сары очкимен жүретін разбойник, бергелші, мен саған бір нәрсе айтқым кеп тұр. Не болды, Диас, сен мені шақырдың ба? Я разбойник, мен сені шақырдым. Короче, жительдіппін ғой, разбойник, мен бір нәрсе сұрағым кеп тұр. Короче, мына жерді аша тұршы, мен саған бір нәрсе көрсеткім кеп тұр, өте күшті нәрсені. Жарайды, Диас, мен өте любопытнымын, маған даже интересно, сенің маған не істегің кеп тұрғанына. Жарайды, давай ашайын осы жерді. Ну чё, давай, айт, не айтқың кеп тұрғанды. Мә, разбойник, сен вообще мықты екенсің ғой. Сен бір удармен шағып тастадың мынау решетканы, қалай? Диас, бұл просто разбойниктердің өте мықты удары. Мен разбойниктардан үйреніп алыппын осы ударды. Понятно, разбойник. Ну чё, Диас, давай, айт, не сұрайын дегенсің менен, не айтайын дегенсің? Короче, разбойник, мен саған осылай айтайын дегенмін, саған қазір память қайта оралады. Достар, көрдіңдер ме? Менің планым, по-моему, сработал. Қарандар, достар, мен разбойникті, точнее, жительді разбойникке айналып кеткен. Мен оны ұрып едім, ол талқалды сразу. Қарандар,
қараңдар, ол реально жатырмын да. Так, ладно, достар, давайте біз енді күтейік, пока ол оянғанша дейін. Потому что мен мынау житель сияқты, мен қолым мықты емес, мен мынау заборды шаға алмаймын. Точнее, мынау решетканы. Давайте, достар, енді күтейік, пока мынау житель оянғанша дейін. И если ол оянса, достар, оған память обратно вернется деп ойлаймын, достар. Ой, басым-ай, басым. Мә, достар, қараңдар, мынау оянайын деп жатыр, мынау житель. Ой, басым. Диас? Подожди, житель, бұл сенсің бе? Житель. Я Диас, бұл менмін, мен жительмін. Ай, басым ауырып тұр. Не бол қалды? Мен вообще ештеңке не помню, не болған. Мен неге разбойниктің костюмымен жүрмін? Так, погоди, мен мынау разбойниктің костюмын шешіп тастайыншы, подожди. Все, Диас, мен мынау разбойниктің костюмын шешіп тастадым. Ой, Диас, маған айтшы, не болғанын, и сен неге мынау тюрьмада отсың? Біз только что шығып алдық қой, и сенің броняң қайда? Так, погоди, житель, қазір мен саған бәрін айтам. Короче, 1 сағат бұрын мен саған осы клетканы ашып бергенмін, чтоб біз осы жерден шығу үшін. И потом, короче, мен алдыға барып, төбеге көтерілгенде, мен опять анау разбойниктердің бастығын көргенмін. И потом ол мені киркамен талдырып жіберді. И потом ол мені опять осы тюрьмаға засунуть етті. И потом ол осы тюрьманы обсидианнан жаса қойған. И потом, короче, ол сені бірақ ұрды басыңнан. И потом ол сенен памятьті стирать етіп тастады, памятьті кетіріп. И потом сен оянғанда ол саған өтірік айта салды, разбойниктердің бастығы саған. Сен разбойниктерге подчиняться етесің деп өтірік айта салды ол. И потом сен разбойник болып кеттің, и анау разбойниктің костюмымен жүрсің. И еще, житель, сен бағана кетіп бара жатқанда сен маған былай айтқансың: мен кеттім ары қарай анау редстоуннан жасалған големді істей берейін деп. Мә, Диас, мен реально разбойник болдым ба? Я, житель, сен разбойник болғансың, и прям разбойник секілді сөйлеп, и разбойник секілді вел өзіңді. Мә, но мен оны көрген жоқпын, потому что анау разбойниктердің бастығы менен памятьті стирать етіп тастады. Ладно, житель, короче, анау разбойниктердің бастығы, ол мені осы тюрьмаға засунуть еткенде, ол менің бүкіл заттарымды алып алды. Короче, житель, давай сен төбеге көтеріліп, менің заттарымды тапшы, и потом осы жерден выбираться етейікші, осы жер астыдағы қорқынышты үйден. Жарайды, Диас, қазір мен сенің заттарыңды табайыншы төбеден. Я, давай, житель, удачи. Короче, достар, анау житель, короче, төбеге кет қалды менің заттарымды іздеуге. Ладно, давайте, достар, күте тұрайықшы оны. Короче, Диас, вот мне мен сенің заттарыңды таптым, бүкіл заттарыңды на. О, все, житель, рахмет заттарымды берген үшін. Так, ща, подожди, мен броняны обратно киіп алайыншы. Наконец-то менің заттарымды қайтардың сен. Погоди, житель, менде инвентарьда 2 қылыш бар ғой. Давай сен деревянный қылышты ала тұршы. Деревянный қылыш ол менде лишний, менде незеритовый қылыш бар. Вот, на. Подожди, Диас, не надо. Мен қылышпен төбелес алмаймын вообще. Мен обычный деревенский жительмін ғой. Жарайды, житель. Так, ладно, тогда
мен сені қорғайын қылышпен, если төбелесе алмасаң қылышпен. Так, давайте заттарды инвентарьға алып алайық. Все, житель, давай шығайық енді мына жерден. Ща мен мынау решетканы сындырып тастайыншы, подожди. Все, житель, давай кеттік мына жерден. Короче, житель, наңғара, біз уже подвалдан шықтық, достар, астыдағы тюрьмадан. Короче, житель, қара, мынау жап-жаңа деревня разбойниктер построить еткен. Мә, Диас, мынау деревня 3 жыл бұрынғы ескі жерастағы қорқынышты үйдегі ескі деревнядан қарағанда күштірек екен. Нет, житель, маған вообще күшті емес, потому что мынау разбойниктердің деревнясы ғой, и еще ол қорқынышты болып көрінеді. Ладно, житель, давай кеттік ары қарай. Так, еще чуть-чуть қалды. Диас, тоқта. Так, не болды, житель? Диас, бергелші. Ладно, не болды, житель? Короче, Диас, қара, мынау комнатаның ішінде 7 ай бұрын 11 июльде анау разбойниктердің бастығы мені допрашивать еткен. Диас туралы не білесің, информацияны айт Диас туралы деп. Помнишь, мен саған соны айтып едім ғой, сол историяны, біз екеуміз тюрьмада отырған кезде. Точно, житель, помню. Мынау, получается, тот самый комната ама, 7 ай бұрын осы комнатада сені разбойниктердің бастығы допрашивать еткен. Иә, Диас. Так, житель, ал мынау кімнің басы вообще? Мынау қайсы жительдің басы? Сен осы жительді білесің бе? Осы басын кесіп тастаған жительді. Жоқ, Диас, мен ол жительді білмеймін. Ол, наверное, басқа бір деревняда тұратын житель шығар. Понятно. Жарайды, житель, давай кеттік мына жерден. Бізге мына жерден кету керек тез. Житель, подожди, тоқташ. Короче, житель, сен пока что осында тұра бер, осы жерде, вот. Ал мен пока мына жерді қарап шығайын, мынау есіктің артында не бар екен. Вдруг алдыда көп разбойниктер мен поборниктер болады, олар сені өлтіріп тастауы мүмкін. Так что осы коридорда тұра бер, житель. Мынау жерде вроде чисто. Так, тихо. Блин, достар, мен байқамай мына жерді шағып тастадым. Ой, блин, достар, мынау стекло өте хрупкий какой-то. Мен оны тез-ақ шаға салдым байқамай. Ой, ладно, достар, мен мынау стеклоны жөнде қойдым, чтоб лава осында ақпау үшін и өлтіріп тастамау үшін бізді. Так, давайте тамақ жеп алайықшы, чтоб голодты восстановить ету үшін. Короче, достар, мен анау арттағы сары очкимен жүретін жительға былай айттым, коридорда тұрсын деп, потому что алдыда разбойниктер бар болу мүмкін, и олар мынау жительді тез-ақ өлтіріп тастайды. Мынау комнатада не бар, давайте көрейік. Мә, достар, қарандар, мында көп қандар и еще көп төсектер. Так, мынау комната. Так, достар, мен походу уже вспоминать етіп жатырмын бір нәрсені. Мен дәл осындай комнатаны 3 жыл бұрын ескі жерастыдағы қорқынышты үйде көргенмін. Дәл осындай комнатаны. Ой, вообще қорқынышты комната екен. Ладно, давайте библиотеканы қайтадан қарап шығайықшы. Тихо, библиотекада, достар, кітапханада поборник жүр. Поборник. Так, библиотекада вроде ешкім жоқ, только біреу-ақ қана поборник болды. Так, ладно, давайте ары қарай қарайық мына жер. Так, мына жерде қан какой-то. Так, достар, сендер төбені көріп тұрсыңдар ма? Төбені қарандар, төбеде Redstone голем деп жазылып тұр. Так,
Погодите, достар, мен походу бір нәрсені вспоминать етіп жатырмын. Короче, помните, бағана анау разбойникке айналып кеткен житель сары очкимен жүретін, ол маған былай айтқан: мен кеттім ары қарай редстоуннан жасалған големді істей берейін деп. Достар, төбені қараңдар, төбеде реально редстоун деген големнің аты жазылып тұр. Так, ал мында не бар? Разбойниктердің големі. Достар, мен түсіндім. Короче, осы есіктің артында анау редстоуннан жасалған голем жүр, разбойниктер жасаған. Ой, точнее, анау сары очкимен жүретін житель жасаған разбойникке айналып кеткен. Блин, достар, мен өлтіріп тастады мынау голем. Короче, достар, мен қайтадан возродиться еттім. Сендер көрдіңдер ме? Мені только что анау редстоуннан жасалған голем өлтіріп тастады. Житель. Погоди, редстоуннан жасалған голем дейсің ба? Я, житель, сен бағана разбойник болғанда маған солай айтқансың. По-моему, сол редстоуннан жасалған големді сен жасадың, потому что бағана сен разбойник болып жүргенде сен солай айтқансың. Все, мен кеттім ары қарай редстоуннан жасалған големді жасай берейін деп. Ой. Короче, житель, анау редстоуннан жасалған голем, ол өте мықты екен. Ол мені бір удармен өлтіріп тастады. Даже менде алмазный броня болғанда да бір удармен өлтіріп тастады. Ол мені просто жарып тастады. Короче, житель, давай біз қазір осылай істейік. Короче, біз қазір сол големнан мимо өтетін кезде біз тез жүгіреміз, тез жүгіріп өтеміз, чтоб ол бізді өлтіріп тастамау үшін. Жарайды, Диас, мен түсіндім. Ладно, житель, давай кеттік артымнан. Короче, житель, вот төбені көріп тұрсың ба? Төбеде сол редстоуннан жасалған големнің аты көрініп тұр. Я, Диас, көріп тұрмын. Ал мынау немене, Диас? Мұнда только что қызыл домалақ нәрселер болған, и потом олар резко жоғалып кетті. Білмеймін, житель, ол, по-моему, мина болған сияқты. Короче, житель, давай мен 3-ке дейін санайын, и потом тез жүгіреміз, мимо өтеміз анау големнан. Давай, 1, 2, 3, кеттік, житель, давай жүгірейік, тез. Давай, житель, артымнан көтеріл. Житель, давай мында көтеріл, артымнан лестницаға давай кеттік, тез. Все, житель, біздің планымыз сработал. Так, мынау чё за место непонятный? Мынау тағы да бір жер астыдағы қорқынышты үйме. Тихо. Диас, неге ұрасың мені? Ой, житель, кешір, сен мені просто шошытып жібердің, потому что сен өзіңнің сары очкиіңді шешіп тастап, и басқа бір одеждамен мынау масканы киіп апсың, непонятный. И потом мен шош кеттім, сені тағы да бір разбойник деп ойлап қалдым, и ұрып жібердім байқамай. Кешір, житель. Жарайды, Диас, кешірем. Просто мынау одеждамен осы маска өте күшті көрінеді, и мен оны өзіме алып алдым. Жарайды, житель, мен просто үйреніп алдым сенің басқа одеждамен жүргеніңе, и сары түсті очкимен жүргеніне. Просто үйреніп алғам, поэтому сені басқа біреу деп ойлап ұрып жібердім. Ладно, давай осы жерді қарайық. Мынау чё за место непонятный? Мә, житель, қара, мынау жер астыдағы қорқынышты үй, ескі 3 жыл бұрын болған жер астыдағы қорқынышты үйге ұқсайды. Так, житель, подожди, сен пока со жерде тұра тұр, мен осы жерді қарап тастайыншы. Мында тағы да разбойниктер болуы мүмкін. Так, вроде чисто мына жер. Так,
ал мынау чё за место? Қараңдар достар, мында екі төсек какой-то, екі столменный, верстак, печкамен. Так, ладно, давайте достар, біз сначала мына жерді қарап тастайық, и потом шығайық төбеге, осы жер астындағы қорқынышты үйден. Так, мында кухня какой-то. Так, ладно. Так, ал мында тағы да бір череп қанмен. Ладно, житель, короче, мен осы жерді қарап шықтым, вроде алдыда разбойниктер мен поборниктер жоқ вроде. Все чисто. Диас. Ой, блин, житель, мен анау астыдағы редстоуннан жасалған големді даже көре алмай қойдым. Мен оны қатты көрейін дегем, но ол өте мықты, ол мені бір удармен өлтіріп тастады, и еще ол сквозь өлтіреді, стенадан сквозь. Ол өте мықты, поэтому біз тез өттік, тез жүгіріп өттік одан мимо. Жарайды, Диас, давай кеттік, мынау жер астындағы қорқынышты үйден шығайықшы онда. Жарайды, житель, давай кеттік тез. Так, житель, қара, мында екі есік какой-то, давай көрейік мында не бар екен. Так, погоди, житель, мында свет какой-то, өте яркий свет, давай мына жерді шығайықшы. Так, достар, қарандар, біз, по-моему, уже выбраться еттік наружаға. Қарандар, мен даланы көріп тұрмын. Давай, житель, шық мында. Біз уже свободамыз. Все, Диас, наконец-то біз свободаға шықтық мынау жер астындағы қорқынышты үйден. Я, житель, мен тоже согласен. И, кстати, мынау басыңдағы маскамен и мынау басқандай одежданы шешіп тасташы, и обратно өзіңнің сары очкиңді киіп алшы. Мен просто сені үйреніп алдым солай көріп. Ал если сен осы одеждамен болсаң, то мен сені вообще танымай қалам. Все, Диас, вот міне мен қайтадан өзімнің ескі одеждамды киіп алдым. Все, наконец-то, житель. И, кстати, житель, қара, уже таң атып барады. Біз енді қайда барамыз екеуміз? Диас, точно, мен білем қайда баратынымызды. Короче, осы жер астындағы қорқынышты үйге жақын жерде где-то менің жап-жаңа деревням бар. Давай соған барайық. Мен со жақта сені жительдармен таныстырам, и мен саған өзімнің атымды айтып берем со жерде. Жарайды, житель, давай кеттік, давай сен мені сол деревняңа апаршы. Я, Диас, давай кеттік, артымнан жүр.